Жаңа жылды Джони екеуміз қалай қарсы алдық? Екінші бөлім. Бірінші бөлімінде оливье салатын дайындап түсірген болатынмын. Оны профильге кіріп көрсеңіздер болады. Жаңа жылдық дастарханға оливьеден бөлек тағы да тарталетки, брускетта және де фруктовая нарезка жасайын деп шештім. Тарталетка жасауға маған ең алдымен тарталетканың өзі қажет болады. Творожный сыр, икра және де огурчик. Дастарханға қоятын закуска ретінде ең оңайы осы тарталетка екен. Еш нәрсені қуырудың, еш нәрсені пісірудің, қайнатудың қажеті жоқ. Творожный сырды осылай молынан жағып алдым. Негізі өзің қалағандай кез келген нәрсемен сәнде беруге болады екен. Бізде осындай әп-әдемі тарталеткалар дайын болып келе жатыр. Дәмін татып көрейін деп шештім. Енді прям күшті. Сіздер де қайталап көріңіздер обязательно. Тарталеткалардың жартысына икра, жартысынан слабосоленый лосось қостым. Негізі лососькпен онша емес екен, а вот икрамен самое то. Негізі бір жағынан жалғыз өзің қарсылаған прям күшті ғой. Әй дейтін әже жоқ, қой дейтін қожа жоқ. Не істегің келеді, не жегің келеді, соның бәрін істеп жүре бересің. Келесі мен дастарханға қойған затым бұл фруктовая нарезка. Ол үшін мен ананасты алдым. Екіге бөліп, іштің барлығын осындай төрт бұрышты бөліктерге бөліп қойдым. Келесі фруктовая нарезкаға қосатын затым бұл апельсин. Мына кезде мен кәдімгідей үлгере алмай жатырмын, потому что жаңа жылға 2-ақ сағат қалды. Ал мен болсам видео түсіріп үлгеріп жатырмын, посуда жуып, тамақ істеп, сторис жүргізіп үлгеріп жатырмын. Еще представляете? Фруктовая нарезка почти дайын. Одан кейін енді киви қостым и мандарин. Как же без мандаринов-то на Новый год. Үшінші бөлімі енді бұл видеоға сыйған жоқ, поэтому профильге кіріп көрсеңіздер болады. Үшінші частьта. Все, жандарым, сол бүгінге осы. Всех люблю, всех обнимаю. Пока-пока.